Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, арма қазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Азаматтардың табысын ұлғайту, зейнетақы жүйесін жетілдіру. Президент еңбек министрлігіне тапсырмасын берді. Ақорданың баспасөз қызметі мемлекет басшысы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Асқарбек Ертаевты қабылдады деп жазады alаш.kz ұлттық порталы. Ақорданың хабарлауынша президентке ведомство қызметінің биылғы басым бағыты жөніндегі баяндалды. Асқарбек Ертаев халықты жұмыспенен қамту жоспары жөніндегі мемлекеттік тапсырмасын берді. Уақытша шараларды гөрі тұрақты және де сапалы жұмыс орындарын ашу, еңбек ұтқырлығын арттыру және де білім беру жүйесі менен нарық сұранысын арасындағы тығыз байланысты орнату жоспарланып отыр. Жастарды, оның ішіндегі нет санатындағы азаматтарды жұмыспенен қамтуға баса мән беріледі. Атаулы әлеуметтік көмек жүйесін одан әрі жетілдіру жоспары таныстырылды. Министрлік цифрлық бағалау құралдары арқылы қолдау шараларының нақты адресіне жету мүмкіндігін кеңейтуге ниетті. Сонымен қатар көмек алатын әрі еңбекке жарамды азаматтарды міндетті түрде жұмыспенен қамти отырып, әлеуметтік келісімшарт тәжірибесін кеңейтіруді көздеп отыр. Зейнетақы жүйесінің ұзақ мерзімді тұрақтылығын қамтамасыз ету және де зейнетақы төлемдерінің лайықты деңгейінде сақтау жөнінде айтты. Мүгедектігі бар тұлғаларды әлеуметтік тұрғыдан қорғау мәселелеріне баса назар аударылды. Министрлік арнаулы әлеуметтік қызметтерді жан басына қарай қаржыландыру тетігін одан әрі дамытуды, олардың сапа стандарттарын арттыруды, оңалту қызметтері менен техникалық құралдарды қолжетімді етуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар инклюзивті жұмыс орындарын ашуға ден қояды. Көш-қон саясаты 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары жайында ақпарат берді. Көш-қон үрдісін басқару және де болжау деңгейін жақсарту, ішкі миграцияны теңгерімді жүргізу, елдегі еңбек нарығын қорғауға басымдық бере отырып, еңбек көш-қон реттеуді жетілдіру көзделген. Мемлекет басшысы халықты жұмыспенен қамту, азаматтардың табысын ұлғайту, әлеуметтік қолдаудың шын мұқтаж жандарға жетуін бақылауды күшейту, зейнетақы жүйесін жетілдіру, теңгерімді көш-қон саясатын іске асыру, әлеуметтік қорғауда инклюзивті тәсілдерді дамыту, сондай-ақ цифрлық шешімдерді қолдау арқылы еңбек қоғам жүйесін нығайту және де қауіп-қатерлердің алдын алу бойынша бірқатар тапсырма берді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де видеоролик кеңінен тарапқа жеті жерлерге жету үшін видеоролик астындағы подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үлесіп, сау саламатта болыңыз.